Достар, бүгін біз сіздермен осындай әдемі ромашканы жасайтын боламыз. Пышный сондай. Менде қазір бұл кардиганға бекітілмеген, барлығы просто бос тұр. Мен пока что осылай қоя тұрдым. Примерно осылай тұрады. Және де бізде жасап болғаннан кейін сіздерде де болады осындай екі сары жіпті алып, тек мына жағына өткізіп и астына байлап бекітесіздер. Және де бұны кейде шешіп алып тастаймын жуған кезде десеңіздер, шешіп алып тастауға да болады. Мысалы жуатын кезде немесе бірге жуа берсеңіз де болады. Осы жақтан мына сары жіптен өткізіп бекітетін боласыздар. Менде пока что бекітілмеген. Біз қазір сіздермен осы ромашканы тоқимыз. Бізге керек жіптер, мендегі жіп газель, беби вол, 40% акрил, 20% кашмир және 40% мериносовый шерсть. Цвет номері менде 801, ақ және мынандай сары түстен, екі түстен болады. Бірақта мен қыздар ақтан көрі маған молочный түсінен тоқыған әдемі көрінетін секілді болды. Сондықтан мен ақпен тоқымадым. Бірақ ақпен тоқуға да болады. Көбісінде ақпен тоқиды. Мен молочный түсті тоқып көргім келді. Содан алмастырдым екеуін. Ода тұрған еш нәрсе жоқ. Мына жерде метражы 170 метрде 50 грамм. 50 граммда 170 метр. Мен негізі кеңес берер едім. Бұдан сәл қалындау жіпке, яғни метражы мысалы 120-50 грамм болса, онда әдемі болады. Ал енді қазір мен мына молочный түсінен мына бастапқы біздің ақ гүлдерімізді жасап аламыз. Бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6 алтау болу керек. Қазір бірінші мендегі крючок осындай ең жіңішке жіптерге арналған крючок. Сіз өзіңіздің тоқитын размеріңізге қарай, жібіңіздің размеріне қарай крючокты алсаңыз болады. Мысалы 120 метрлік жіпті алсаңыз 50 граммда сізге 1-2,5 миллиметрлік крючок болады. Так, қазір жібімізді аламыз. Әркім негізі әрғалай бастайды. Мен крючоктың үстіне осылай жіпті саламын да, и былай айландырып аламын. Айландырып аламын да, бекітпе жасағанда басында. И бір ілмекті іліп, просто қатты тартамын. И все. Енді мен қазір 5 ілмек көтеремін. Воздушный петля. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ілмек көтердік. Және ең мына соңында тұрған ілмекпен бекітеміз. Екеуінен де өткізіп алдық, бекіттік. Енді мынау бізде ортада мындай тесік бар, иә? Бұл бізде центр. Қазір осы центрден алатын боламыз. Мына бізде қалған жіпті былай бірге ұстаймыз. Осы ортаға, тесікке, центрға саламыз. Крючокты қазір алдымен бір ілмек іліп аламыз. И ортаға салып, қайтадан ортаға салып, ілмек ілеміз. Енді мына бастапқы екеуінен өткіземіз. Бастапқы екеуінен и тағы бір рет. Бұл бізде 1, 2 столбик болды. Так, келесі тағы да іліп аламыз, центрға саламыз. Мына жіпті постоянно осылай осымен бірге ұстап отырамыз, чтобы бірге бекітіп жіберу үшін. Менде шығып кетті қазір қайтадан. Бастапқыда мынау қолға ұстауға ыңғайсыз болады, кейін алып кетесіз екеуінен и мына екеуінен.
Осылай біз 12 столбик жасау керекпіз. Жіп іліп аламыз, центрға саламыз. Ілген жіпті міне шығарып алдық. И мына екеуісінен столбик с накидом. Осылай. Так, санайық қазір. Міне бірінші бесілмек көтерген жеріміз. Так, міне 1, 2, 3, 4, 5. 5 столбик. Бізде 12 болу керек. Мына жақты былай тартып қойсаңыз болады. Мына қалған бастаған жібімізді. 5 бізде бұдан столбиктен 12 болу керек. Ой. Қазір. Алты. 7. 8. Так, санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. Так, мен шатастым. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 болыпты. Енді бекітпе жасаймыз. Бекітпе бізде мынау басындағы бастаған ілмекке салынады. Ілмекті екеуінен де былай шығарып аламыз. И все. Так, енді 4 ілмек көтереміз. 1, 2, 3, 4. Так, мына жақтағы бізде мына жіпті кесіп алып тастасақ болады. Бұның қажеті жоқ бізге. Уже бекітіп қойдық біз оны. Так, мінекей. Так, 4 ілмек көтердік воздушный петлядан. Енді біздің бірінші әр мына столбиктердің арасынан аламыз. Әр қайсының арасынан қазір алып шығатын боламыз. Так, бірінші міне мына жерден аламыз. Так, жіпті іліп аламыз. Жаңа екі столбиктің арасына бірінші тұрғанға салдық. Жіпті мына көтерген 4 столбикпен бірде етіп тартамыз. Тартып ұстаймыз. И екеуінен ғана өткізіп аламыз. Тағы да жіптілеміз. Тура осы салған жерге екінші рет саламыз міне. Осылай осы жерден 4 рет саламыз керек. Тек мына бастапқы екеуінен өткіземіз. Үшінші. Екеуінен өткіземіз. Төртінші. Міне. 4 рет алдық мына жерден. Енді келесі мына екі столбиктің арасынан 4 рет аламыз. 1, 2, екеуінен ғана өткіземіз, 3, 4. Так, екеуін өткіздік. Сонда бізде, егер сіз бәрін дұрыс жасасаңыз, міне 3, 6, 9 ілмек болады. Енді осы 9-ынан бүйтіп полный бәрінен өткізіп аламыз. Дағы бекітеміз.
Енді 4 ілмек көтереміз. 1, 2, 3, 4. Ол мына жаңағы мына 4 секілді мына жақты жабу керек. Жаңағы мына жерден біз 4 алдық қой. Тура осы жерге салып, өткізіп бекітіп аламыз. Біздің бірінші ромашкамыз дайын. Осылай пышный болып көтерілу керек. Так, келесі тура осыны қайталаймыз. 4 ілмек көтереміз. 1, 2, 3, 4. Енді жіптіліп алып, мына келесі 2 столбиктің арасына саламыз. Осы жерден 4 рет аламыз. Міне 1 рет алып қойдық. 2, 3, 4. Так, келесі 2 столбиктің арасына саламыз. 1, 2, 3, 4. Так, енді 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, менде бір жерде қалып кетті. Мына бастапқыда мен тек 3 алыппын. Мына жерден 4 алуым керек, мына жақтан 4 алуым керек еді. Ну, ничего, осы жерден тағы да 1 алып қосамын. Сол үшін санап алу керек. Енді 9 болды. Енді осы 9-нан өткіземін, бекітемін. 4 ілмек көтерем. 1, 2, 3, 4. Енді тағы осында салып, осыны бекітіп аламыз. Все дайын. Біздің ромашкамыз дайын болып келе жатыр. Так, осылай бізде 6 болу керек. Біз қазір 2-ін жасадық. Енді келесі қазір 4 ілмек көтеріп алып, мына 2 столбиктің арасынан кейін 2-нен алып, 2-нен общий 9 болғанда өткізіп, жаңағыдай арғарай жасай береміз до конца. Мен ойлаймын, арғарай енді өздеріңіз жасай аласыздар деп. Неге ең соңғы жапырақшамызды істеп болғаннан кейін мына жанындағы 4 ілмекті көтеріп бекітеміз. Одан кейін тағы да 1, 2 столбик көтеремін да мен артына айналдырамын. И осы жақтан, мысалы, осыған жақын тұрған, қарама-қарсы тұрған мынандай столбиктен алып өткіземін. Ыңғайсыз болуы мүмкін, бірақ осы жерден өткізіп біз бекітуіміз керек. 2-не өткіздім. Тағы да 1, 2 ілмек көтеріп жүремін да кесіп алып тастаймын. И қатты тартамын. Осыдан кейін былай жасырып қойсаңыздар да болады. Немесе кесіп алып тастасаңыздар да болады жіпті. Өткізіп алып, жіпті кесіп алып тастадым. Мінекей біздің ромашкамыз дайын. Мінекей сары жібімізбен енді ортадағы домалақ гүлімізді тоқимыз, бекітіп аламыз. Енді мынау біздің тоқитын негізгі жібімізді былай қолымызбен ұстап тұрамыз да осы жерден 1 ілмек аламыз. Мына ұстап тұрған ілмек жіпті босатпаймыз. 1 ілмек алдық. Мынау жаңағы ұстап алған ілмек осы жерге салып, бұл бізде қазір центр болады. 1 ілмек көтердік и 2-нен бірге өткіземіз.
Енді 1, 2, 3, 4 ілмек көтерілді. Ілмегімізді ілеміз. И осы жаңағы центрға саламыз. Жіпті тартқан кезде мына 4 ілмекпен биіктігін бірдей етіп тартамыз. Екеуінен өткіземіз. Келесі екінші. 2 бастапқы ілмектен өткіземіз. 3, 4. Осылай біз осы центрдан 10 рет аламыз. 4, 5, 6, 7. Екеуінен ғана өткіземіз мына жерде. 8, 9, 10. Ең соңында бізде мұнда 3, 6, 9, 10, 11 болады. И бәрінен бірге өткіземіз да, бекітеміз. Тағы бір ілмек көтеремін да, мен жіпті қиып аламын. И все. Біздің ромашкамыздың ортасындағы сарымыз дайын. Енді осыны мында бекітеміз. Любой жерге крючокты салып, сары жібімізді өткізіп аламыз. И тура осының қарама-қарсы бетінен екінші жіптің ұшын өткіземіз. Байлаймыз. Қатты емес, орташа тартып байлаймыз. Так, мінекей біздің сары гүліміз дайын. Енді бұйымға осыны тіге берсек болады. Мінекей қыздар, осылай біздің ромашкалар дайын болады. Жаңа айтқанымдай, мына екеусін 2 жіптің ұшын өткізіп алып, байлап бекіте бересіз қалаған жеріңізге.